Сәлеметсіздер ме балалар? Қашықтан оқыту бойынша бірінші сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы магнит өрісі, тоғы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі, ампер тәжірибелері. Сабақтың мақсаты магнит индукция векторының физикалық мағынасын заманауи техниканың жетістіктерімен есептер шығару арқылы түсіндіру. Ең алдымен магнит өрісі дегеніміз не? Ойланып көріңдер. Магнит өрісі тұрақты магнит пен тоғы бар өткізгіштің айналасындағы кеңістіктегі күштік өріс. Магнесия деген сөз ежелгі грек қаласы деген мағынаны білдіреді. Магниттердің полюстері бар екенін біз білеміз. Аттас полюстер тебіледі, әр аттас полюстер тартылады. Бір бағытты көрсететін қасиетін ең алғаш ежелгі қытайлықтар байқаған. Мыңдаған жылдар бойы магнит тілшесінің бұл ерекшелігі магнетизмнің жалғыз пайдалы қасиеті болып саналды. Солтүстікті көрсететін магнит тілшесінің ұшы солтүстік полюс деп аталды және N әрпімен белгіленді. Ал қарама-қарсы оңтүстікті көрсететін ұшы оңтүстік полюс деп аталды және ол S әрпімен белгіленді. Кітаптарда және физика лабораториясында магнит тілшесінің солтүстік полюсы көк немесе жасыл түспен белгіленеді, ал оңтүстік полюсы қызыл түспен белгіленеді. Жақын орналасқан екі тілшенің қарама-қарсы тілшелері бір-бірімен түйіскенше айналады. Көріп отырғанымыздай олардың полюстерін бір-бірінен айыруға тырысу бос әурешілік. Полюстер бір-бірінен ажыратылмайды. Егер бір магнитті екіге бөлсек, біз екі кішкентай магнит аламыз. Магнит өрісі сызықтарының қасиеттеріне тоқталайық. Магнит өрісінің сызықтары әрқашан тұйықталған, үзіліссіз, қиылыспайды және сонымен қатар өріс көп жерде қалыңырақ болады. Келесі, магнит өрісінің электр өрісінен айырмашылықтары қандай екен? Бірінші, температура жоғарылағанда магниттік күші әлсірейді. Екінші, магнитті сілкігенде магниттік күші әлсірейді. Үшінші, магнит әрқашан екі полюстік, яғни солтүстік және оңтүстік. Магнитті екіге бөлсекте қайтадан екі полюс пайда болады. Төртінші, магнит өрісі тек қозғалыстағы зарядтарға әсер етеді, ал электр өрісі кез келген зарядқа әсер етеді. Өткізгіш емес тұрақты магниттің магнит өрісі қайдан пайда болады? Табиғи магниттерде электр тоғы болмайды, демек қозғалыстағы зарядтар онда жоқ. Тұрақты магнит дегеніміз магниттік қасиетін ұзақ сақтайтын денелер. Полюс дегеніміз магниттік қасиеті күшті байқалатын бөлігі. Жаңа сендер бейнебаяннан тағы да естідіңдер. N дегеніміз бізде білесіңдер солтүстік полюс, S дегеніміз оңтүстік полюс. Тұрақты магниттің қасиеттерін 1600 жылы ағылшын дәрігері Гильберт тұрақты магниттердің негізгі қасиеттерін келтіре отырып дәлелдеген. Әр аттас полюстер бір-бірінен тартылады, аттас полюстер бір-бірінен тебіледі. 1820 жылы дат ғалымы Эрстед тәжірибе жүзінде тоғы бар өткізгіш айналасындағы магнит өрісін анықтады. Эрстед тәжірибесі бойынша мынандай қорытындыға келді. Тоғы бар өткізгіш өз айналасында магнит өрісін туғызады және басқа тоқтарға әсер етеді. Екінші, тек қозғалыстағы зарядтар ғана магнит өрісін туғыза алады. Ампер тұрақты магнит өрісін тоғы бар өткізгіштерге әсерін және тоғы бар өткізгіштердің өзара әрекеттесуін қарастырды. Магниттік өзара әсерлесуді зерттей келе Ампер өзінің тәжірибелері нәтижесінде мынандай қорытындыға келді. Бағыттас тоқтар бір-біріне тартылады, қарама-қарсы тоқтар бір-бірін тебеді. Магнит өрісі құйынды өріс. Демек магнит өрісі сызықтарының басы мен аяғы болмайды, тек тұйықталған болады. Сонымен, магнит өрісінің пайда болуының шарты қандай? Яғни қозғалыстағы зарядтардың болуы ең алдымен. Қандай белгілері бар? Қозғалыстағы электр зарядтары тудырады, қозғалатын электр зарядтарына әсер етеді.
Сонымен балалар, тақырыпқа байланысты мәліметтерді мен сендерге бердім. Енді күнделік KZ сайтынан осы тақырыпқа байланысты мен дайындаған тапсырмаларды жүктеп алып орындап, маған қайтадан WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Мен сендерге кері байланыс орнатып, бағаларыңды күнделік KZ сайтынан көре аласыңдар. Сау болыңдар балалар.